Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бірінші жасағаннан мінсіз шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөліскім келеді. Шынымен де осы рецептпен жасасаңыздар өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Қамырын жасау үшін бізге сары май, жұмыртқа, қант, ұн және қамыр қопсытқыш керек. Ең алдымен ұнымызды електен өткіздіріп алып, оған қамыр қопсытқышты, сары майды қосып, жақсылап тұрып, қолмен үгітеміз, яғни крошки жасаймыз. Содан кейін қантымызды қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз, жұмсақ қамыр илейміз. Дәл видеодағыдай бізде қамыр шығады. Дайын болған қамырды целлофанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындауға бізге керекті заттар қаймақ, қант, бір жұмыртқа және де жүгері крахмалы. Таза ыдысымызға қаймақты, қантты, жұмыртқаны және де жүгері крахмалын қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жарты сағат өткен соң дайын болған қамырымызды 22 диаметрлік формаға орналастырамыз. Қамырымызды формаға орналастырып болған соң салмасын құямыз, яғни қаймағымызды құямыз. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіреміз. Пирогымызды толық суытып, содан кейін барып кеземіз. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.